Ассаламу алейкум, урметлі серджілер. Бу UATV студияда Украина хаберлері бүгін июльнің 11-і чаршынбе күні. Русия махсус хызметлері Украинада техноген қазаны яратмақ тырышты. Украина телекөсізлік хызметі Днепро велиеті хлортекув станциясында кибер ұжымы олачығына әвелден чаре көріп тоқтатты. Мой система мәліматына көре әснас идаре ету системасы қазайы вазиет алиметлеріні тапу системасы Русия территориясындан компьютер вирусынен урылды. Кибер ұжым 5 даққа девам етті, мой сеседе қайды етілді. Технологик әснасларының девамлы бозуы нәтижесінде техноген қазаға ола білереді. Юнанистандан эки Русия дипломаты кері йоланылды веда экесі үшін мемлекетке кіріш ясақ етілді. Олар тина ичкі ешлеріне қарышмақта ве меморларыны сатып алмақ интулувда қабатлана. Бұның ақында Катимераны газетасы Юнанистан тыш ешлер назерлігі мен бағаларына әсасланып білдірді. Назерлек сайтында бұның ақында мәлімат да жоқ. Русия күтлевей хабер васталары білдіргеніне көре, Кремль бұна қарышы чәрелер көрежігіне сөз берді. Амма Русия тыш ішлер назері тарафындан бұның ақында да ресмі таздықлав жоқ. Японияда сув ташқыны нәтижесінде әләк олғанларының сайысы 179 инсанға артты. 57-сі хаберсіз ғайып олған деп сайыла. 100-ден зиеді инсан әвлеріні қалдырды, 10 бинге қадар инсанны қортарыжылар сығаныққа алып барды. Японияда күчлі яғмыр себебінден озенлер ташты. Сұғақларны, yollarны сув басты, әвлер виран етілді, демер yol әрекеті тоқтатылды. Қортарыжы әмелиятында 75 bin insan iştirak etti. Бүгін НАТО саммиті вақтында мұдафа масрафларыны арттырмақ чарелеріні ве терроржылыққа қаршы күрешіні құветлештірмек кебі суаллер музакире етілді. Саммит старт ері Брюксель жанлы яйыны шымды экранларымызда сіз көре біле едіңіз. Шымды есе іштіракчелер саммитке келе еді, ярын Шымали Атлантик шурасының азалары Украина ве Гурджистан президенті иле көрушеджек. Брюксельде кечкен саммитте мұхберіміз Варвара Миранкова бұлынмақта. Да, чоқ малюмат не в беттекейінларымызда көре білесіз. Не біз япамыз насыл етіп кечкен Варшава саммитның ярдым зарфыны құланмақ фырсат олды. Векележекті не япмалы. Насыл үджерет Украина япабылер бұ жүмледен мұдафа қабилиетлеріні құветлештіреміз ве бұны япмақ үшін не керек олғаны қошма селаланув, пара, тевселер бұ эпысы бізде олған суаллер. НАТО қапулары әр вақыт ачық еді ве ачық олажақ. Кечкен айда самимиликнен Атинове Ускупия арасында анлашмаларына қаршыладық. Бүгін есе Ускупия үкіметіне мемлекетіні таздықлануы бойынша милли процедура биткенінен кіріші аққында айтышмалар башламақ теклиф етмеге анлаштық. О альянсының 30-шы азасы олажақ. Украин тарафы Минскте уч тарафлама контактлы группа айтышмалары вақтында Русияве ишғал етілген территорияларда бұлынған Украин сиясимы бүслері азат етіліві меселені бақмақ теклиф еті. Невбетеке Курушов бүгін олып кечті бұның ақында Украина темселжесі Ирина Геращенко білдірді. Оның сөзлеріне көре Украин сиясимы бүслеріні азат етмек үшін Киев 36 рус махкемны Москваға бермек азыр. Кечкен Курушовы вақтында береке жүйіві девамында июль бірінден отмек мұтарекесі аққында анлаштылар. Ама Русия үжіретлі әскерлері айны окуну анлашманы бозды. Қырым татар уқу қорчалайже Хезбут Тахрир деп адландырылған давасының фигуранты Эмир Усейн Куку махкеме отырышындан сон Кенеде СИЗОға қайтарылды. Бұның аққында UATV-ге адвокат Эдем Семедляев айтып берді. Бүгінке отырышта махкеме экспертиза меркезі ребераны сұрғу сұрамақ девам етті. Адвокат қайдетті. Куку көрініштен пек заев, ама маневиятыны юксек севеде тұтмақ тұрыша.
Вашингтон Украинаның НАТО стандартларына юрышув адымларына музбет кыйметлендере ве Киевның альянсқа кірмек интылуына алғышлай. Бұның ақында Киев телекөсізлік форумында Америка Бірлешкен Дәвлетлерінде Украинаның февкулядеве векелі елчісі Мария Иванович білдірді. Оның сөзлеріне көре Америка Бірлешкен Дәвлетлері Украинаға телекөсізлік сасында левазимат ве идман фаалиеті үшін $1 миллиард зиеде пара берді. Мұның әлі АБД, Канада ве Бүйік Британия или Украина селялы құветлері үшін кереклі азырлавны теменлемек ярдым еті. Really transform itself over the last 4 years. Son 4 yıl içinde silahlı kuvvetler gerçekten denişti. Böyle deyimlerini gelecek 4 yıl devamında da kurmak isteyimiz. Ukrayna harbileri öz için pek yüksek seviye koydu 2020 senegece NATO standartlarına erişmek ve biz elimizden geleni yapıp Ukrayna'ya destek olmak isteyimiz. Сербестлік озга ясының ифадесі ичтимаи мусавилік ве адалет. Болеме взуларны халқара People Places Processes фотолейхасы көтере. Болейха Украина, Молдова, Арменистан, Гурджистан ве Ақрусияның еді фоторесамларының ішлеріні бірлештірді. Чешіт мемлекетте ве чешіт заманда япылған 50-ге қадар фотосуретлер. Епысы қараманлар, керчек инсанлар. Тарас Шевченко Киев Милли музейінде лейханың ресми ачылуында Сергей мевзусында театраль импровизация тақдим етілді. Бұның әлі ачық монақашалар форматында ичтимаи санат ве земане жемиетке оның тесірі музыкері етілді. Я сама была жертвой. 5 yıl evvelsi özümde ev zorbalığı kurbanı edim. Bakıt geçken son bu olup geçken vakalarını yanıdan bakmak istedim. Ve böyle zorbalıklarga uğratılgan kadınlarını tapıp onların hikayelerini bilmek istedim. Vokruг нас живут эти. Bu insanlar etrafımızda yaşay. Belki şimdi değil ama bir gün olabilir. Birimiz böyle vaziyetke düşebilir. Onun için şimdilik biz nasıl eti böyle diselerini cemiyetke karşılaganımızı tanışılmak ve anlamak gerekmiz. Донецк вилаятында Русия ишгалжилері тарафындан япылған атыш нәтижесінде Красногоровка сакені яраланды. Бұның ақында UATV-ге бірлешкен құветлерінің матбуат мерkezінің векелі Вадим Бакай айтып берді. Оның сөзлеріне көре илан етілген тынчылыққа бақмадан женікчілер шер сакенлеріне қаршы атеш açtı. Атыш ақында Украин забитлері ОБСЕ миссиясының көзетежелеріне хабар етті. En yakın jibe vaziyetinde evvelki gibi Azak yanında. Tunevin cenkçiler Mariupol yanında Mudafa yoluna karşı 14 kere ateş açtı. Şu cümleden Vadinoy yanında Ukrayna istinatlar noktaları ateşke düştü. O yerde düşman granatamet, iri kaliberli kurşun açık ve atıcılık silahdan Ukrayna harbilerine cevap verip ateş açmak mecbur etiydi. Урметлі сәржілер, бұл дақиқаға бұл сонки хабарымыз еді чо хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV елі олыңыз, сағылықнен қалыңыз, көрішкенде.